Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді тарыдан майсок дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен тарымызды ыдысымызға салып, салқын су құйып, осылай 4-5 рет шайып алатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Осылай қасықпен қозғай отырып, сүзекіге құйып, осылай 4-5 рет шаямыз. Өйткені шаң тозағын кетуі қажет. Бірінші кезде суымыз қарайып, кейін мөлдір болып шыққанша осылай шайып аламыз. Мен өзім 5 рет жуып шайып алдым. Одан кейін асты қалың ыдысымызға салып, осылай газымызға қайнағанша отымызды жоғары қойып, қайнағаннан кейін отымызды пәсейтіп, тарының бетінен қылып су құйып аламыз осылай. Қайнағаннан кейін суымызды пәсейтеміз, өйткені тарымыз жартылай жарылып, осылай суда пісіп шығады. Арасын араластырып отырамыз міндетті түрде. Суымыз толық татылғаннан кейін сүтті де тура судың мөлшерінде қойып құямыз. Тарының бетінен қылып құямыз. Сол кезде тарымыз толықтай жарылып піседі. Осылай сүтіміз қайнап жатқан кезде шекерімізді салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Шекеріміз жақсылап еріп, тарымыздың құрамына сіңуі қажет. Көріп отқандарыңыздай, тарымыз жақсылап пісті, толықтай жарылып пісті, қараңыздар. Мөлшері де жарылып піскеннен кейін көбейді. Ендігі кезекте отымыздан алып, осылай ыдысымызға салып, майымызды салып араластыратын боламыз. Осылай қасқын көмегін жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте осылай шай пиалаға немесе басқа ыдыстарға салып, әсемдеп дастарханға қоя берсеңіздер болады. Қонақтарыңызға ыстықтай немесе салқындай түрде ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай және өте дәмді. Қонақтарыңызға да ұнайды деп айтуға да болады. Қараңыздар, өте көрінісі де өте әдемі, дастарханның сәнін кіргізеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.